Сәлем достар, бүгінгі видеода біз осындай творожный печенье жасайтын боламыз. Ең алдымен 900 грамм ұнды дайындап аласыздар. Және құрғақ табамызға 400 грамм ұнды салып, оның үстіне 150 грамм майды саласыздар. Және де оны ұнға аунатып, теркадан өткізіп аласыздар. Теркадан өткізіп алғаннан кейін, оны бірге үгітесіздер. Және осыдан кейін 200 грамм сахар қосасыздар. Онымен жақсылап араластырып аласыздар. Араластырғаннан кейін 300 грамм творогты және бір жұмыртқаны алып, осыған қосамыз. Және онымен де жақсылап араластырамыз. Қалған ұнды алып, осылай електен өткізіп, осыдан қамыр илейміз. Қамырды илегеннен кейін осылай жайып аламыз. Және де дөңгелек формалармен кесеміз. Кескеннен кейін бір ыдысымызға құмшекерді дайындап аламыз. Және де осыны құмшекерге аунатып, видеода көрсетілгенде жасаймыз. Және осыны 220 градуста 25 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Және менің YouTube арнама, Инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.